Түрлі дәрумендерге бай көкөністердің бірі сәбіздің пайдасы және оның қандай ауруларға ем болатыны жайлы мәліметті сіздерге ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, ПП, С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз болса, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларға көмектеседі? Асқазан ішек жолдарының патологиясында. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну мен шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына тас байлану ауруынан зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болу керек. Зат алмасуда қиындықтар болса, сәбіздің құрамындағы ақуыз бен көмірсу метаболизм жұмысын қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ сәбіз шырыны ағзаға күш беретін және де иммундық жүйені белсенді ететін қасиетке де ие. Көз ауруларына да ем болады. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Ал каротин көру мүшесінің қызметін жақсартады. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндегенше тамыр жемістерді шектей жеу ұсынылады. Ал каротиннің тек маймен ғана адамның ас қорыту жүйесі арқылы сіңірілетінін естен шығармаған жөн. Сондықтан осындай аурулар кезінде сәбіз тұтынудың ең оңтайлы жолы одан әртүрлі салаттар жасап жеу. Зәр шығару жүйесінің бұзылуына. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуде тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ерітіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Жүрек тамырлар ауруында. Сәбіздің тамырлы жемісіндегі заттар жүректің бұлшық еті мен қан тамырларының қабырғасын нығайтады. Миокард инфарктісін алған адамдар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырыны өте пайдалы болып келеді. Салқын тигеннен болатын ауруларда. Сәбізден жасалған шырын ағзаның қорғаныш күшін белсенді етіп, бактерияға қарсы әсер ете алады. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуде көп қолданылады және де жақсы нәтиже береді. Жүйке жүйесінің бұзылулары кезінде. Сәбіз көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауруы секілді жүйке тінінің өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стакан сәбіз бен балдыркөк шырынның қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ үккіштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Шаштың өсуіне де ықпал етеді. Сәбізде шаштың денсаулығын жақсартатын А, С дәрумендері, калий мен антиоксиданттар бар. Сәбізді тұтыну шашты әдемілеуде тиімді. Иммундық жүйе. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды. Өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің жасушаларын қолдайды. Ал оның құрамындағы С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды. Безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларынан емдеуде көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуге де көмектеседі. Ми денсаулығы үшін де сәбіз өте пайдалы. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз
есте сақтау қабілетін сақтайды. Гипертонияға қарсы қорғаушы қызмет атқаратын сәбіз холестериннің деңгейін төмендетіп, жүрек қантамырлар жүйесінің жұмысын жақсартады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Сәбіз талшықты құрылымы мен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлі ісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде де өте тиімді болып келеді. Қатерлі ісікке де қарсы антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып саналады. Жүктілік кезіндегі сәбіздің пайдасы назар аударады. Өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен дәрумендер бар. Кальций тұрғысынан да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да, баланың да иммунитеті үшін қажетті тағам болып табылады. Жүктілік кезінде сәбіздің пайдасы көбінесе сәбіз шырынымен бірге түсіндіріледі. Алайда тек сәбіздің шырынын тұтыну керек деген сөз емес, өзінде әрқашан тұтыну керек. Жүктілік кезінде өте қажет А дәруменінің бір бөлігін сәбізден қабылдауға болады. Бұл әрі инфекциямен күрес, әрі сүттің сапасын арттыруға жақсы болып келеді. Сондай-ақ, жүктілік кезінде кездесетін қандағы қантты қалпына келтіру және қант диабетінің алдын алуда сәбіз үлкен рөл атқарады. Сәбіздегі фосфор сонымен қатар жүктілік кезінде құрсулардың алдын алып, бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жүктілік кезінде жиі кездесетін іш қату шағымдарынан жеңілдету үшін талшыққа бай сәбізді тұтынуға болады. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен, сәбіз қант диабетінде де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті болып келеді. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ, қант диабеті ауруының алдын алу үшін маңызды болып келеді. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнаған болса, маған қолдау көрсетіп, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.